Экология ықылым өзгеруі министрінің көрсетпесі бойынша 13-17 июль күндері аймағымызда ыстық ауаның кіріп келуі байланысты терек һәм бұталардың зиянлануының алдын алу бойынша бірқанша жұмыстар әмелге асырылмақта. Соның менен бір қатарда азанғы һәм кешкі уақытлары суғару жұмыстары әмелге асырылмақта. Bundan тысқары мекеме һәм кархана махаллелерге барып тереклердің зиянланбауының алдын алу бойынша түсінік жұмыстары алып барылмақта. Bundan тысқары әр түрлі зәрер күнделерге қарсы биохимиялық препаратларды менен дәрілеу жұмыстары, биогүміслер менен азықландыру жұмыстары әмелге асырылмақта. Осы нәрселердің әмелге асырып барсақ өз уақытында саябалы тереклерімізді сақлап қалған боламыз. Осы 13-17 июль күндері ысыдан тереклердің зиянлануының алдын алу бойынша агротехникалық илаждар әмелге асырылмақта. Бұл тарауда барлық мекеме карханалар, тиісті мекемелерге тапсырмалар беріліп, агротехник илаждар жұмыстары әмелге асырылып келінбекте. Бүгінгі күнде Өзбекстан Республикасы аймағында ауа райының hadden тысқары ысып кетуіне байланысты 13-17 июль күндері аралығында өсімдіктер һәм хайуанат дүниясын асырап қалу, алдыңғы халатын сақтап қалу мақсатында әрқилы іс-әрекеттер алып барылып жатыр. Атап айтқанда, район аймағындағы саябан жерлерге, халық көп жүретін жерлерге су сеуіп, шашыратып, сулар сеуіп, агротехникалық іс-әрекеттер алып барылып жатыр. Атап айтқанда, бұл іс-әрекеттерге қала берсе, районымыз тиісті мекемелері, шөлкемлері, қала берсе, ауыл бұқаралар жиылары, басқа да кейбір бұқаралар тарапынан белсенді қатынасып келмекте. Осы жұмыстан пайдаланып, осы 13 июль һәм 17 июль күндері аралығында еліміздің тазалығына, табиғаттың бір асырап қалуына өз үлестерін қосып, белсенді қатынасып қалуға шақырып қаламын.